Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен қоғамға пайдалы QP Channel каналымыздың негізгі мақсаты қоғамға пайдасын тигізу. Және сіздермен менің есімім Бекжан Ғаниболатұлы. Сіздерге бүгін мен керемет бір ойыммен бөліскім келеді. Оның бірі, қараңыздар, бәріңізде тарифтарыңызды қосасыздар. Біреуде 2,5 мың теңге, біреуде 3,5 мың теңге, біреуде 4,5 мың теңге болады, дұрыс па? Сонда минуттар беріледі және смс-тар беріледі. Яғни ол көбінесе сол жаңа 80 минут, 100 минут, көбінесе сол 50 смс, 100 смс деген сияқты. Сол. Ал актив тарифінде, кесел актив тарифінде мынандай мүмкіндік бар. Яғни жұлдызша 747 решетка бассаңыз, сізге мынандай мәзір беріледі. Сол мәзірден сіз 30 минут байланысты, яғни басқа операторларға 30 минутқа сөйлесуге мүмкіндік берілген байланысты сіз 1 гигабайтқа ауыстыра аласыз. Ойлап қарадыңыз ба? Керемет қой. Сосын 100 смс берілсе, соның 50 смс-ін 1 гигабайтқа ауыстыра аласыз. Яғни, мысалы, сіздер қазір айтасыздар, тариф қосамыз дейсіздер. Мысалы, тарифті қосқаннан кейін барып, ол тариф тез бітіп қалады. Көп жағдайда тез бітіп қалады деп не істейміз? Айтамыз, ашуланамыз. Сол тез бітіп қалатын тарифті, мысалы, біз басқа нөмірлерге, Билайн, мысалы, Теле2, басқа да, мысалы, байланыс операторларына телефон соғудың ақысын, то есть бізге берілетін 80 минутты немесе 100 минутты гигабайтқа ауыстырып, біз осындай керемет тарифімізді көбейтіп отыра аламыз. Оны сіздер білмедіңіздер ғой, дұрыс па? Мен оны қазір сіздерге айтып отырмын. Сол біздің осы каналымызға подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бекжан Ғаниболатұлы, бұл каналдың мақсаты, түпкі мақсаты қоғамға пайдасын беру, қоғамға пайдалы болу. Сондықтан біз әрі қарай осындай тамаша осындай лайфхактарды түсіріп жаза береміз. Мүмкін өзімнің білетін тәжірибемнен алынған кеңестерімді сіздерге айтып отырамын. Ең бастысы сол 700 жұлдызша 747 решетканы басып, минуттарыңызды гигабайтқа айналдырыңыздар. Яғни интернетке кіретін смс-теріңізді гигабайтқа айналдырыңыздар. Есте сақтап алыңыздар. Жұлдызша 747 решетка 30 минутты 1 гигабайтқа ауыстырамыз. Естеріңізді сақтап алыңыздар. 50 смс-ті 1 гигабайтқа ауыстырамыз. Сонда біз, мысалы, мен өзімнің тарифымды 2,5 теңгеге салам, осы актив кеселден. Сосын 2,5 теңгеге салғанда менің 7 гигабайтым тез арада бітіп қалады, бірақ маған сонымен қоса 100 минут басқа операторларға береді және 100 смс береді. Мен сол, получается, 100 минут басқа операторлардың 30 минуттан 3 рет пайдаланып, 3 гигабайт өзіме алам. Одан бөлек 100 смс-ті 50 смс және 50 смс-ті мен тағы да 2 гигабайт алам. Сонда мен 7 гигабайттан бөлек 3 гигабайт операторларға бөлінген минуттарға ауыстыра алам және 2 гигабайт смс-терге берілген 100 смс-тен ауыстыра алам. Керемет, тамаша. Соған қарағанда міне 7-ге тағы да 3 гигабайт және тағы да 2 гигабайт смс-тен, 3 гигабайт минуттардан және 2 гигабайт смс-тен, сонда 12 гигабайт мен бір айда пайдалана алады екенмін. смс жібермей және басқа операторларға телефон соқпай, тек қана интернетке мен 12 гигабайт пайдалануға мүмкіндік ала алады екенмін. Керемет емес пе? Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, колокольчик басыңыздар, мына каналға подписка жасаңыздар. Ал біз осындай лайфхактарымызды сізге айта береміз. Сау болыңыздар.